Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Мадина. Бүгін сіздермен көпшілік алдында қалай сенімді, қобалжымай сөйлеу керек екендігі жайлы әңгіме өрбіткім келіп отыр. Жалпы мамандығым мұғалім болғандықтан, маған көпшілік алдында сөйлеу көп қиындық туғызбайды. Себебі жаттыққан сайын адамда қобалжу жоғалады. Дегенмен өмірімде 150 адамнан 200 адамның алдында сөйлеген кездерім болды. Маңызды сәттерім болды, мысалы диссертация, диплом қорғау сияқты. Әрине қобалжулар болды. Дегенмен сөйлегенде мен кішкене бір кітаптан оқыған болсын, басқа бір ақпарат көздерінен көрген құпияларымды қолдандым. Және өзім осы сөйлегеннен кейін өзіме ризашылық сезімі болған кездер өте көп болды. Осы кішкентай құпияларым сізге пайдалы болады деген үміттемін. Құпияларға кеттік. Бірінші пункт ол алдын ала міндетті түрде дайындалу керек. Осы кеңесті мен Дейл Карнегин кітабынан 10 жыл бұрын оқыған болатын, өмірімде әлі күнге дейін қолданып келем. Сіздің 80% жақсы көпшілік алдында сөйлеуіңіздің кепілі ол дайындалу. Яғни сөйлеудің алдында міндетті түрде сөзіңізді қағазға жазып алып, немесе пункттармен қағазға жазып алып, алдын ала дауыстап сөйлеп қайталау, немесе айнаға қарап дайындалу. Сонда 80% сәтті сөйлеудің кепілі осы екен. Немесе ондай мүмкіндігіңіз болмаса, қатты сөйлеуге айнаға қарап, мысалы адамдардан ұяласыз, іштей визуализация дейді ғой, іштей осылай сөйлеймін деп дайындалып отырсаңыз жақсы болады. Келесі ол дәлме-дәл жаттамау керек. Себебі адам дәлме-дәл жаттап алса, қобалжып бір сөзді ұмытқаса, қалған сөздерінің барлығы құрдымға кетеді. Барлық сөздерін ұмытып қалады екен. Сол үшін мағынасына қарай айта беру керек. Бір пунктты ұмытып қалдыңыз ба? Тоқтамаңыз, ары қарай кете беріңіз. Келесі пункт ол дәл сөйлеудің алдында дайындалмау. Оны қалай түсінеміз? Сіз не деген парадокс? Жаңа сіз алдын ала дайындалу керек дедіңіз. Ал енді дайындалмау керек деп айтып тұрсыз. Дайындалу керек, бірақ алдын ала 1 сағат, 2 сағат бұрын. Дәл сіздің алдыңызда сөйлейтін адам сөйлеп жатқан кезде дайындалып отырсаңыз, мен қазір не айтам, мен қалай болады екенмін, өзіңізді қайта-қайта ойыңыздан өткізіп ойлана берсеңіз, қобалжу сезімі көтеріліп кетеді екен. Сол себепті алдын ала дайындалыңыз, бірақ дәл сол сәтте дайындалмаңыз. Керісінше сөйлеп жатқан кезде, сіздің алдыңыздағы адам сөйлеп жатқан кезде, керісінше сол адамның сөзін ұғынуға тырысыңыз, жан-жағыңызға қараңыз, дәл сол сәтте болыңыз. Сонда сізде қатты қобалжу сезімі болмайды екен. Негізгі сөйлеген кезде адам не нәрседен қорқады? Адам ана жерде отырған адамдардан қорқпайды. Оның негізгі түп себебі ұят сезім екен. Мен осы сөйлегеннен кейін мен қандай сезім кернейді мені? Ол ұяттан қорқады. Позор дейді ғой, басқаның алдында ұятқа қалмас үшін барлығын жасайды. Сол себепті сөйлердің алдында өзіңізге қолдау көрсету керек екенсіз. Мысалы, уайымдап тұрсаңыз, қорықпа, ботақан деп айтсаңыз болады. Бір түрлі естіледі, бірақ психологияда бұл бар. Адамның ішінде кішкентай бала бар дейді ғой, внутренний ребенок. Сол немесе арстаным деп бұл болсаңыз айтып қойсаңыз болады. Қорықпа. Не болса да мен сені қолдаймын. Жаман шықса да, жақсы шықса да мен сені қолдаймын. Біздің қолымыздан бәрі келеді. Бәріне көрсетейік кәне деп өзіңізге күш жігер бер қойыңыз керек екен. Келесі, өзіңізге өзіңіз сұрақ қою. Менің сахнаға, көпшілік алдына шығу мақсатым неде? Көп адамдар шығар алдында қобалжиды. Менің мына жерім дұрыс болмай қалуы мүмкін, мен жайлы не ойлайды, қалай айтам, ұмытып қалсам не болады екен деп. Сіз сол кезде тоқтатыңызда өзіңізге сұрақ қойыңыз. Менің шығу мақсатым не? Менің шығу мақсатым адамдарға ақпарат беру. Сіздің шығу мақсатыңыз сіз емес. Адамдар сізді көрмейді. Сіздің ақпаратыңыз маңызды. Сол үшін барынша түсінікті етіп адамдарға жеткізуге тырысыңыз. Сіз оларды қызықтырмайсыз. Сізге қызықты сіздің ақпаратыңыз. Соны есіңізде сақтасаңыз, қобалжуыңыз
кетеді екен. Келесі 6-шы пункт, ол маңызды пункттердің бірі, ол көз контакты. Сіз міндетті түрде аудиториямен контакт орнатуларыңыз қажет екен. Аудиторияда аз адам болса, барлығына бір қарап шыққаныңыз болады. Немесе өзіңізге ыңғайлы 2-3 адамды тауып алыңыз да, сол адамдарға қарап тұрсаңыздар болады. Міне осы көз контакты өте маңызды. Келесі 7-ші пункт, ол сіздің даусыңыз. Даусыңыз біркелкі мен Қазақстанда тұрамын, 1995 жылы дүниеге келдім деп тұрсаңыз, сізді ешкім тыңдамайды. Даусыңызбен ойнауыңыз керек. Сонда ақпарат адамдарға тез жетеді. Мен 1994 жылы дүниеге келдім. Одан кейін, яғни біресе бәсеңдетіп, даусыңызды көтеріп, дауыс ойыны деп айтады. Сонда ақпарат адамдарға тез жетеді екен. Келесі ол сіздің тұрысыңыз. Тұрысыңыз міндетті түрде сенімді адамды көрсетіп тұру керек екен. Иығыңызды тік ұстап, басыңызды көтеріп, аудиторияға қарап сөйлесеңіз, адамдар сізді сенімді адам ретінде уайымдап тұрсаңыз да, сенімді адам ретінде көреді де, сізді тыңдағысы келіп отырады. Осылар мен қолданатын құпиялардың ең негізгісі. Егер де менің сізбен бөліскен кеңестерім сізге пайдалы болса, міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.